Антибиотиктер туралы 7 факт. Антибиотиктер вирусқа әсер етпейді, керісінше вирустарға көмектеседі иммунитетті түсіру арқылы. Антибиотиктер бактерияларды ертіп, клеткаларына еніп, генетикалық материалдарды жоюға көмектеседі. Антибиотикті профилактика үшін қолданбаймыз, ол мүлдем көмектеспейді. Егер науқас өз-өзіне антибиотиктерді тағайындап бейберекет пайдалана берген жағдайда антибиотикке резистентность пайда болады. Кейінгі уақытта менингит немесе пневмония, одан да ауыр аурулармен ауырған жағдайда антибиотик әсер етпеуі мүмкін. Және де антибиотикті көп қолданған жағдайда суперинфекция дамуы мүмкін. Бұл дегеніміз бір емес бірнеше бактерия түрлері ағзаға түседі және де оның сауығу уақыты ұзақ болуы мүмкін. Антибиотик ол порошок болсын, таблетка болсын, қандай да бір түрін сіздер ішетін болсаңыздар, ол сіздердің система салған антибиотикпен бірдей әсер етуі мүмкін. Және де антибиотикті қабылдағаннан кейін диарея дамуы мүмкін. Бұл дегеніміз антибиотиктер пайдалы немесе зиян бактериялар деп бөлмей барлығын бірдей жойып тастауы әбден мүмкін.